Сонымен қатар бізде қазір айтылып өтілетін мәселе бұл множественное присвоение немесе жаңағыдай айнымалылардағы мәндерді параллельно, то есть бір уақытта алмастыру. Мысалға қараңыздаршы, мынандай мысал қарастырайық. А тең 5 және Б тең 10 деген бір екі айнымалы болсын, иә. Біз осы А мен Б-ның ішіндегі айнымалылардағы мәндерді 5 пен 10-ды ауыстырғымыз келіп тұр. Мысалға А-ның ішінде 5 емес 10 болсын, ал Б-ның ішінде 10 емес 5 болсын. То есть мен қазір print А үтір Б десем, 5 және 10 шығады, өйткені А-ның ішінде 5, Б-ның ішінде 10. Бұл түсінікті, иә. Енді бізде керісінше А-ның ішінде 10 болу үшін былай жасасақ болады, мысалға А тең Б деп қойсақ. А-ның ішіне Б-ның ішінде бар нәрсе түсті. То есть А-ның ішінде енді 10 бар, иә. Тура солай Б-ның ішіне былай А-ны салып қойсақ болады. Бірақ қараңыздар, А-ның ішінде 5, Б-ның ішінде 10. Енді А-ның ішіне Б-ның ішінде бар нәрсе 10-ды салып жатыр ғой. Ал Б-ның ішіне А-ның ішіндегі бар нәрсені салып жатыр. А-ның ішінде уже мына жердегі командаға қарасақ, бізде не тұр? 10 салынып тұр емес па? Мына жерде бізде уже А-ның ішінде 10 тұр. Сонда Б-ның ішіне А-ны салдық дегеніміз, Б-ның ішіне де 10-ды салдық деген сөз. То есть бізде 10 мен 10 шығады. Екі ортада біз мына жерде именно А-ның ішіндегі 5-тен айырылып қалдық. То есть біз мына команданы орындамас бұрын біз орташа бір уақытша бір айнымал ашу керек. Соның ішіне біз А-ны сап қоямыз. А-ның ішіне Б-ны саламыз, ал Б-ның ішіне А-ның баяғы мәнін сақтап қойған Т-ны саламыз. Сонда енді запуск басатын болсақ, бізде А мен Б-ның орны ауысты да, А деген жерден 10, Б деген жерден 5 шығып жатыр. То есть біз жай ғана А мен Б-ны орнын ауыстыру үшін мынандай 3 қадамдық біз код жаздық, иә. То есть бұлай жасауға болады, бұл дұрыс. Бірақ оңайырақ жолы бар, параллельный размен немесе множественное присвоение, яғни А мен Б-ның ішіндегі мәндерді бір мезетте параллельно ауыстырудың жолы бар, ол былай. Осылай ғана жазсақ жеткілікті, міне запуск бассақ, тоже 10 және 5 орындары ауысып шығды. Неге? Бұл деген сөз міне А-ның ішіне Б түседі, ал Б-ның ішіне А-дағы мән түседі. Екеуі өздерінің мәндерін алмастырып жатыр, ауыстырып жатыр деген сөз. Және бұл бір қатарда, міне төртінші қатарда орындалып жатыр, параллельно ұйымдастырылып жатыр. То есть бір мезетте ауыстырылғандықтан біз екі ортада жаңағыдай бір мәнді жоғалтып алу деген сияқты проблема болмайды.